Қараңдар, мынандай сұрақ сендерге. Біз бүгін әшкере жасаймыз ғой, әшкере. Иә. Әшкере жасайтын адамды каламбур бұл. Қазақша қалай айтады? Әшкерелеу или әшкерелеуші, әшкереші, әшкерелеушіні басқаша қалай айтуға болады? Әшкерегер. Күлкілірек сәл. Әшкенаций, білмеймін. Әшкеназий типа. Жоқ, айдай ма? Аха, окей. Әшкеролог. Бүгін біз әшкеролог боламыз. Окей. Мен бір... Бұл сіздермен болған жаңа сөздік рубрикасы. Бітті. Иә. Қысқасы, бүгін біз келіскендей таптаурын стереотип туралы сөйлейміз. Бірақ мен әуелі қызықтырған сөз, біз таптаурын деген сөзді кішкене дұрыс қолданып жүрмеген сияқтымыз. Солай ма? Таптау деген сөзден шыққанда. Стереотип ол кішкене басқа, ал таптаурын ол тапталып қалған, әбден тапталып, мезі болған нәрсеге ұқсайды. Мүмкін. Бірақ мен сөздіктен қарадым, екі нұсқада да қолданылады. Психологияда стереотип деген мағынада қолданылады. Ал жай басқа жақтарда, басқа салада мезі болған нәрсе, әбден тапталып біткен тақырып. Ресми тіркелген мәні, сонда стереотип дегені. Иә, психологиялық термин болып тұр. Бірақ ол жерде қызық, мысалы, стереотип деген сөздің өзінің этимологиясы бар ғой, мысалы. Ол қателеспесем, анау баспадағы бір не техника түрі, не сияқты жаңағы не еді, бірдемені қайталап жаза беретін, көп етіп жазуға көмектесетін бір құралдың аты ма, сондай бірдеме стереотип. Содан жаңағы таптаурын мәніндегі стереотип. Бұндағы тип деген, тайп деген сөзбен түбірлес болып тұр ғой. Иә, тайпинг, стерео ғой да. Стерео дыбысқа байланысты да сөз. Иә. Қызық, сондай. Мысалы. Иә, біз бүгін бір шамамен қазір 20 шақты мифтерді талқылаймыз қазақ тіліне қатысты. Менде үлкен тізім бар. Мен оққан жоқпын әлі. Саспаңдар. Ал Биба, Suspicion. Биба бізге ол мифтерді талдап береді. Біріншісі, бұл мен бұрын бұған қарсы болғам, қазір бұны мойындадым. Тіл тірі ағза. Ма? Тірі ағза дегенде енді әрине өзгереді деген жағынан тірі ағза. Өзгереді, қашанда өзгеріске ұшырайды. Өлуі де мүмкін, өшуі де мүмкін. Сол жағынан алғанда әрине оны тірі ағза деп түсіндіру оңайырақ. Яғни ол жерде адамдар оны тірі ағза дегенде ғалымдар, тірі ағза деп түсіндірген кезде ана жағынан түсіндіргенде ыңғайлы да. Яғни ол тасқа жазылған дүние емес, ол өзгерсе өзгере береді деген онда тұрған ештеме жоқ. Өйткені ол тас емес, бір өлі нәрсе емес, зат емес, топырақ емес, ол тірі ағза сияқты. Сол жағынан, яғни метафора ретінде адамға сол ойды жеткізу үшін ыңғайлы метафора. Иә, келсіз ма? Тіл тірі ма, әлі өлі ағза ма? Ол, мысалы, тіл өзгереді деп айтамыз ғой. Мысалы, кезінде біздің ата-бабаларымыз жаңағы біздегі қазіргі бар ВФ дыбыстары бар ғой, әріптері. Оларды кезінде айта алмады, мысалы. Бірақ енді қазір енді жаңағы белгілі бір себептерге байланысты сөйтіп ол сөз әріптер дыбыстар бізге енген. Колонизация десе? Иә. Айтуға бола ма ондай нәрселер? Ол жақсы, ол жаман сөзге жатпайды. Бейпіл сөз емес ол. Окей. Мысалы, сол сөздер енді бізге қазір біз айта аламыз оны. Біз андай, мысалы, көбі бейімдеу деген нәрсені не істемейді ғой? Қазір көбі түсінбейді, мысалы. Неге олай аударғансыңдар, мысалы, біздегі, мысалы, аватар деп неге олай бейімдедіңдер, неге олай аудардыңдар деп айтады олар. Бірінші, өйткені бейімдеу деген нәрсені көбі білмейді. Қазір ол нәрсе норм ба? Біз қазір ВФ деген дыбыстарды айта беру, басқа тілден енген сөзді солай қалдыра салу норм ба? Мысалы, біздің төл дыбыстауымызға қарай бейімдемейді. Мысалы, П қылып, Б қылып, У қылып да, мысалы, Ф, В болса, ол норм ба? Өте қызық сұрақ негізі. Бұл біздің кәдімгі жаңағы қазақ граммар қозғалысының біраз жылғы үлкен дау, үлкен сұрақ. Және өте қызық негізі мәселе ғой, шынымен қайткен күнде. Бейімдеу керек. Өйткені ол жерде жазба тілі мәселесі бар. Қайткен күнде қазақ тілі әрине жаңа бейімдеу болды баяғы заманда. Мысалы, бревно сөзі бөренеге айналды. Әдемі, керемет процестер, Бірақ бір жағынан облыс болды. Ол қандай?
область облыс. болды, иә. Мысалы волость болыс, дәл сондай. Ол күшті құбылыстар, бірақ ол кезде жазба тілі болған жоқ қайткен күнде. По крайней мере, орыс тілінен қазақ тіліне өтетін жазба тілі болған жоқ. Яғни жазуларымыз әртүрлі болды. Біз араб әріптермен, олар кирилл әріптермен жазып жүрді. И сол жағынан алғанда ол жерде басқа бір себептері де болды. Қайткен күнде ол жердегі жаңа тікелей сол сөз қазақ тіліне өте салуын қиындататын. Ал қазір бізде қайткен күнде жазбамыз бәрі бірдей. Біз ол сөздің түпнұсқада қалай айтылатынын білеміз, көреміз. Біз дегенде, яғни лингвистер емес, жалпы халық, кез келген адам. Сол жағынан кішкене қиын енді. Бірақ білмеймін, қызық негізі. Менің ойымша эксперименттер қашанда егер мәні, күшті, мазмұны сәйкесіп тұрса, менің ойымша олардан біз қашпауымыз керек. Иә, аватарға қатысты мынандай мен дәйек айтам, әдетте. Неге аватар десе, Европа болды қазақшада, хива деген сияқты. Тағы не, егер керісінше орысшаға бейімделгенді көрсек, валиханды валихан дейді. Сол сияқты в-ның ауысымдар бар, бірақ барлық позицияда емес. Әдетте бірінші кейде сөздің соңында в тұрса, онда ауыспауы мүмкін. Бірақ көкшетау болады. Бірақ бізге мынандай комменттер жиі кездеседі, жаңағыдай ол оригиналда аватар ғой дейді да. Сондай санскрит па, қай тілде еді оригиналы? Сондай санскрит, иә. Бірақ мен біреуден оқыдым, ол тіпті санскриттің өзінде у болған дейді. У қылып айтыла ма? Кейін ол в-ға ауысқан дейді. Жалпы в мен удың ауысымы бар да. Иә, бүкіл тілде дерлік. Иә, ол әмбебап. Сол үшін бізге ұрыспаңыздар. Иә, бізге келгенде ол в мен келді ғой, және бізге в болып келген сөздердің басы бөлік. Сен айтып отырғанда шынымен сол фонетикалық environmentте ол қайткен күнде уға ауыса беретін әдет бар қазақ тілінде. Сол жағынан алғанда ол шынымен орынды. Тағы бір вариант абатар. Ондай өзгеріс сирек қазақ тілінде. Білмеймін, мен ондай есімде жоқ. Бірақ 20-шы жыл жазылған кітаптарда Австралия деп жазып қойған. Кім ба, Телжан Жонановтың оқулығы ма, атаулар сөздігі сонда жазылған сияқты. Егер біреулер түсінбей жатса, неге біз аватар жайлы айтып жатырмыз, өздеріңіз енді айтып кеткен дұрыс шығар? Айтып кет. Бұл мультсериал Аватар The Last Airbender, ағылшынша біз өзіміз соңғы ауа иесі деп аудардық. Біз Мақсат екеуміз қиялдап деген біздің кішігірім тобымыз бар, қазақша әуесқой дубляж жасайтын. Сол жердегі аватар кішігірім, бірақ өте абыройлы. Иә, өте. Аватар сөзін біз аватар деп қазақ тіліне бейімдедік. Көбі негізі жақсы қабылдап жатыр, бірақ бір жағы кішкене қабылдай алмай жатыр. Иә, менше 50-50 болып бөліп тұр аудитория. Көрерменсіз қалмадық. Бәрібір соңғы шешім ол авторлардан болып тұр да. Сондықтан біз соңғы шешімді біз қабылдап тұрмыз. Келесі, біз тіл тазалығы деген мифтік бір түсінік деп айтуға бола ма? Иә, әрине. Ол қайткен күнде ғылыммен өлшей алмайтын бір дүние. Ғылым оны ешқалай өлшей алмайды. Ешқандай тілді пробиркадан өткізіп, оның тазалығын тексере алмаймыз ешқашан. Өйткені тілде, яғни біз мысалы өзіміз бүгін танитын кірме сөздер бар, иә? Мысалы, жаңа Еуропа, біз әрине оны білеміз, бөтен сөз екен, басқа жақтан келген сөз екен. 100 жыл бұрын, 100 емес енді, 300 жыл бұрын қазақтар Еуропа сөзін қолданбаған болуы мүмкін. Бірақ қайткен күнде оның ар жағында да кіріп үлгерген сөздер бар. Мысалы, түркі тілдерінде өте көне Қытай тілдерінен келген лексика бар. Өйткені біздің ең баяғыдағы, ең алғашқы, ең маңызды бір көршіміз болған ол Қытай еді. Сол жағынан қателеспесем заң сөзі, шын сөзі, су мүмкін, иә. Шын сөзіне мен өзім қатты таңғалғам, ойлағам, қалай сондай бір қарапайым түсінікке кірме сөз алуға болады, яғни біреуден бөтен сөз алуға болады деген. Бірақ болады екен, өйткені өзімнің тілімнен байқадым. Мен мысалы одағай ретінде really деген көп қолданып кеткен екен өзім. Really ма? Really деп кәдімгі сөздің арасында былай қараса, ол айдаладағы ағылшынның сөзі. Оны тіпті ағылшындар олай қолданбайтын шығар негізінде. Сондай мысалы. Мен мысалы қазір кайф деген сөздің өзін кайп деп айтамын. Мен группамдағы балалар күледі, бірақ қазір өздері де сөйтіп айтып жүр. Кайп деп маған кішкене әзілдеп, бірақ сол сөздің өзі кәдімгідей көп бірақ бұл
бұрыннан келе жатқан бейімдеу ғой кайп деген. Мен өзіме андай көп адамдардан естімегенмін негізі, бұрыннан келсе де андай осы қазақ граммардың айналасында жүрген соң кайп болып жүр деген есімен ба? Кайп болып қалды деген. кайп жоқ. Ішіп алған деген, арақ ішіп алған. Кайп болып жүр дейді. Яғни кайп болып қалған дейді. Кайфовать етіп жүр. Кайп болып қалдым ғой дейді. Кайп болып қалдым ба деген сияқты. Масайрап қалдым ба деген сияқты. Өзім тәжірибемнен десем. Мен емес, менің алдыңғы ұрпақтарымнан естігенім ғой, алдыңғы буындардан. 90-нан ары қарай. 70-ші жылдағылар солар. Тағы да мысалы таза деген сөздің өзі түркі сөзі емес. Түркі сөзі емес дейді, иә, таза. Иә, түркі сөзі емес, ол жаңағы өздерің кеше ма арнада жазып қойдыңдар ғой, таза деген. Сол парсыда мысалы ол жаңағы свежий, иә, балғын, жаңа дегенді білдіреді. Бауыржан жазып қойды, біздің ең басты этимологымыз. Иә, өте қызық. Және тазалықты мысалы әр түрлі жағынан өлшейді, иә, адамдар. Біреулер тазалық деп, тіл тазалығы деп жаңа нені не істеп кетеді. Нақты сөздерді ауыстырып кетеді. Иә, сол жаңа Европа деген сөздермен күреседі, мысалы, демократия деген сөздермен болсын. Ал кейбіреулер тазалық деп ана калька жағынан, яғни грамматикалық құрылымдар жағынан күреседі, мысалы, Назгүл Қожабек сияқты, және ол орынды да сияқты. Білмеймін енді, орынды дегенде бұл жерде мәселе сонда, кейбір адамдар жаңа лингвистика дегенді көріп алады интернеттен. Жаңа дескриптивизм, прескриптивизм деген нәрсе бар ғой. Прескриптивизм деген тілге нормаларыңды таңу, яғни тіл былай болу керек, алай болу керек, таза болу керек, сауатты болу керек. Ал дескриптивизм деген ғалымдар істейтін нәрсе, яғни жай ғана сипаттау тілді. Тілде мынандай жағдайлар бар екен деп. Бірақ адамдар соны көріп алады да, бүкіл жерге жар салып айтып жүреді. Бұл сенің айтып отырған прескриптивизм ғой деп. Бірақ мәселе сонда прескриптивизм қайткен күнде бәрібір жүре береді да. Адам бар да, және қоғамдағы теңсіздік бар да. Біреу қайткен күнде басқа адам тілін түзеп отырады. Мен ойымша 100 жыл бұрын да сөйтіп отырған қазақтар, 200 жыл бұрын да бүкіл адам сөйтіп отырған, бір-бірін, мынау сенің сөзің қате, негізі бұл жерде былай ету керек деп. Қазақ тілінде ондай сөз жоқ деген. Сол осы тіркесті өте жек көремін негізі осындай. Білмеймін, бір кішкене дұрыс емес сияқты, былай бүйтіп сен аузың жауып тастайды ғой. Жоқ, ондай сөз жоқ деп бүйтіп бетіңе қарап тұрып. Диалект сөздерді сөйтіп жауып тастаған кезде тіпті кәдімгідей жүрекке жаман ауыр тиеді кәдімгідей. Мен өзім Ақтаудан келіп Астанада жүрген соң көп мына жақта батыстықтар аз ғой жалпы. Группамда да жалғыз өзім ақтаулықпын. Сол бәрі андай кейде кетің, барың деген сөз дұрыс емес деп маған кішкене сондай нәрселер айтып қалады да. Сосын жоқ, ол енді мен оны әдебиетке енгізіп жатқан жоқпын ғой, мен оны өзім аузымнан шығарып жатырмын. Мен ауыз екі, мен солай еркін сөйлеймін деген сияқты да. Ауыз екі, ауыз үш, ауыз төрт. Анау татардың 4 3 сияқты. Иә. Татардың әні бар емес пе, хит болған жақында. Айгүл ма, қалай оқатын білмеймін. Пияла. Соны біз мысалы қазақша аудармасын салып қойдық. Сөзбе-сөз аудармасы деп қойдық. Ішінде енді татарша деген құрсын бүкіл сөздік қоры қазақтікімен бірдей ғой, 99%. Аударғанда түкті аударғанда жоқпыз негізі. Жай ғана мысалы махаббат пияласын уатасың, бәрәсің дейді. Уатасың деген кәдімгі біздегі уату деген сөз бірдемені бүйтіп үгіттеу, иә, үгу. Екіншісі ол жаңа бәрәсің перу сөзі. Бірақ оларда оның жаңағы анайы мағынасы жоқ екен. Перу деген, яғни кәдімгі шынымен тибу, перу, ұру деген мағынасы бар екен. Содан біз оны жаңағы уатасың деп аударғанбыз ғой. Не болған білмеймін, қай сасқандар екен білмеймін, бірақ адамдар пікірлерде, бір 3-4 адам пікірлерде уатасың деген не сөз дейді. Мен түсінген жоқпын. Сонда шынымен уату деген сөзді білмейді. Ол әдеби сөз, ол тіпті диалект емес. Ол уату норм негізі. Сонда олар уатудың орнына нені қолданады? Майдалау, ұсақтау? Мен ақшаны уату деген бола ма? Мен оны ондай естімеймін. Ақшаны майдалау деп айтады. Ақшаны уақтау бар. Ақтауда уақытта. Иә. Сондай бар. Жаңағы мысалы пияла деген. Мен аудармалар көп болды сол әннің негізі. Инстада көрдім мен. Пияланы пияла деп аудармалар көп болды. Ол татар тілінде кәдімгі әйнекті білдіреді. Ол таза әйнек, просто стекло. Пияла. Бәрі білмеймін, өзінше лингвист қалай айтады? I'm something of linguist. Myself. Осы жерде ана мемді қыстырсылу керек. Диалект туралы біз қызық емес, бір маңызды бір нәрсе істедік деп есептеймін аватарға қатысты. Аватарда 4 не бар? Ұлт. 4 ұлт, соның 4-еуіне Қазақстан аударған кезде қазақ
тілінің 4 диалектін бердік, 4 аймағын бердік. Мысалы от халқы деген бар, Fire Nation, олар Ақтау, Атырау, сол батыстықтар жалпы батыс Қазақстанға жақын сөйлейді, Ақтөбе, Орал. Оңтүстік су тайпасы деген бар, олар Шымкент, Қызылорда, сол Тараз жақтың сөйленісімен сөйлейді. Мысалы барсай, қойсай деп айтады, мүмкін тұқым деп айту мүмкін жұмыртқаны. Ал кімдер батыстағылар баршиш, қойшиш деп айтады. Бұл не үшін істедік? Ксенофобияны азайту үшін, кішкене әр өңір өзінің аудармада өзінің тілін көрсін деп. Өйткені бір адам Астанаға келіп, Астанада бәрі қосылған ғой, оған келіп, не сөз, бұндай сөз жоқ қой деген кезде, мысалы саған айтқан кезде, сен өзіңді бір кемсіз сезініп қаласың. Сенің тілің қате деп сезініп қаласың. Бірақ ол қате емес, ол қазақ тілінің бір бейнелі көп, 1000 жүзді бейнесінің ол да байлық, байлығы. Ол қазақ тілінің байлығы. Біз қазір байлық туралы сөйлесеміз тағы, тіл байлығы. Бұл диалектілер, сөйленістер, говор дейді орысша, соның бәрі қазақ тілінің 1000 жүзділігінің бір түрі да, және оның әрбіреу маңызды. Бұл тағы біз талқыладық па екеуміз, басқа түркі тілдерінің жойылмағаны бізге маңызды. Ең аз тілдер, шор, салар деген сияқты, тофалар деген сияқтылардың жойылмағаны маңызды, өйткені соларды зерттеу арқылы біз өзімізді танимыз. Сондықтан диалектілерді зерттеу арқылы біз өзімізді танимыз. Сөздер қалай бір жерден бір жерге ауысты, көшті, және тағы да басқа. Әрине, 100%, келісемін. Сондықтан біз Аватарда осындай репрезентация жасадық. Сонда жер патшалығы шығыс, солтүстік шығыс. Солтүстіктің тілінде солтүстік полюс су тайпасы. Солар солтүстік. Су тайпасы екі жақта. Петропавл, Қостанай. Олардың да ерекшеліктері бар, сонда бір андай. Бар. Же деп сөйлейтін бе еді олар? Шығыс деп отырсыз ба? Олар сол төбеде деп сөйлейтіндер. Ол Өскемен, Өскемен де сөйтіп сөйлей ма? Көкшетау жақ сөйтіп сөйлейтін білетін. Сон Құлақ деп сөйлейтін, қателеспесем, солтүстік жақ. Ол жалпы былай солтүстік. Көкшетау, тіпті Орал жақта да бар, Малақай деп айтады. Соның бәрін қосамыз, алдағы біздің кейіпкерлер солтүстік су тайпасына жеткен кезде сол жеткен жоқ па? Әлі жеткен жоқ. Unlocked. Бұйырса болады 10 сериясын жақында деп ұстаймыз. Айтпақшы, егер бізге қолдау білдіргілеріңіз келсе, осы видеоның астына біздің сілтемені жазамыз, сонда қалай қолдау көрсетуін оқып түсіне аласыз. Аватар тезірек шығу үшін, тезірек қазақ диалектілері көпшілікке танылу үшін. Аватар тезірек жетіп әлемді құтқару үшін. Онсыз да 120 жыл күтіп қалдық қой. Бұл тема бұйырса подкастта болады. Бізде көп айтатын нәрсе, бізде әшкерелейтін нәрсе көп. Біз нағыз әшкерелік боламыз осы алдағы шығарылымдарда. Келесі тіл байлығына оралсақ, көбісі айтады қазақ тілі, көбісі емес, кейбір менше радикал ойлайтын адамдар қазақ тілі түркі тілдерінің ішіндегі ең байы, немесе жалпы әлемдегі ең бай тіл деп айтуы мүмкін. Оның бір дәлелі ретінде қанша? 2,5 миллион. 2,5 миллион сөз бар деп айтады. Сонда естідің ба сен? Талайын естідім, ұқсас сөздерді. Жоқ, әрине жоқ. Білмеймін, яғни тілдерді үйтіп салыстыру ол ешқашанда, оны да жаңағыда ешқандай ғылыми бір әдіспен салыстыру, тексеру мүмкін емес. Жай ғана сол. Үйтіп тілдерді жарыстыра алмайсың ешқашанда. Өйткені барлық тілдің ішінде әртүрлі сөздер болады. Мысалы, сен тіпті нені санауың да керегін білмейсің да ондайда. Қазақ тілі мысалы жалғамалы тіл деп саналады, немесе ағылшынша agglutinative тіл деп айтылады, яғни жұрнақ пен жалғаумен жұмыс істейді. Орыс тілі флексиялық тіл, флективный. Флекс береді. Флекс беретін тіл. Ағылшын тілі аналитикалық тіл, қателеспесем солай айтылады ғой. Әлде isolating басқа категория. Флекс сияқты ойнатпай ақ қой дейді. Окей. Ол жерде яғни предлогтар, предлог дегендер көп, яғни біз мысалы үйде дегенді ағылшын 2 сөзбен береді ғой, at home мысалы. Ал оларда сонда сөздігінде жаңа at, in, on, from-ның барлығы бөлек сөз болып тіркеледі сөздігінде.
ал біздегі жұрнақтардың әрбір жалғаудың сен тағы алламорфтар бар, да, де, та, те, оның барлығы байлық емей. Менің ойымша солар да байлық, бірақ біз олардың бәрін сөздікке енгізіп отыра алмаймыз. Алламорф деген түрленуі. Алламорф деген морфемнің варианты деген сөз ғой, былайша айтқанда. Яғни морфем деген сөздің ең кіші бөлігі, мағынасы бар кіші бөлігі. Морфема деп айтпай ма әлде морфема шығар дұрыс, ағылшынша морфем. Негізі морфем, фонем деген дұрыс сияқты. Мен де солай ойлаймын. Өйткені газет, минут, газет, секунд дедік та. Неге морфема деген орыс тілінен келген шығар. Иә, солай. Орыс тілінде ғана есімде сол сөз. Соны не істеген кезде, мысалы, соның бәрін санаған кезде сен салыстырмайсың да. Түбір ол морфема, жалғау бір морфема. Иә. Морфем. Тағы не? Префикс морфем. Префикс. Жұрнақ морфем. Бей деген мысалы. Морфем. Бей деген морфем, иә. Префикс өйткені. Фонем деген ол әрбір дыбыс. Иә, ажыратылатын дыбыс тілдегі. мысалы. Иә. И сол жағынан мысалы оны анықтау қиын. Бірақ әрине енді барлық тіл бай, былайша айтқанда. Кедей тіл жоқ әлемде. Қазақ тілі соның ішінде әрине ол да бай. Иә, осы 2,5 миллион деген кезде мен бірнеше мақала оқыдым. Қателеспесем біреуі Айқап газетінде, Айқап сайтында, немесе Айқын, қателесуім мүмкін. Соңында 2,5 миллион деп ұсынған. Бірақ дереккөз жоқ. Әрине жоқ. Дереккөз ретінде бір ауылдағы мәдениет үйінің директорының сөзін келтіреді. Иә, сөйтеді. Ол сөйтіп айтты деп соны сайтқа салады. Және біз бірақ Анар Фазылжанға бір рет сұрақ қойғанбыз. Ол бұл сөздер қайдан шығуы мүмкін? 2,5 миллион деген санды бір жерден алды ғой. Оның айтуынша бір картотекалар болады. Сонда негізі түрлендірген нұсқалармен қоса есептейді. Сондай мүмкін. Жаңағы 7 септікті де қосады, жалғауларды да қосады. Сонда шында да миллиондардан асып кетеді біздің сөз. Мысалы деймін да енді ағылшын тілінде де сөз көп қой. Олар да сөйтіп неше түрлі ит білмейтін сөздердің бәрін теріп отырып, жинап отырып, неше түрлі жаңағы білмеймін, күнде шығып отырған жаңа сөздер, күнделікті өмірде қолданбайтын терминдер, бір салаларда. Оның бәрі мысалы сонда. Иә, мысалы ең ұзын сөз ағылшын тіліндегі supercalifragilisticexpialidocious. Иә. Мэри Поппинс па? Сонда айта ма, білмеймін. Қысқасы бұландай супер пупер дупер мега деген қоса берген. Иә, мысалы. Оның маған мәні бар ма? Иә, мәнсіз, кішкене мәнсіз. Тағы да бір келтіретін мысал. Абай жолының эпопеясына 17 000 сөз қолданылған дейді. Ал кімде? Шекспир мен Байронда 15 000 ғана сөз. Бұл бізге бір маңызды ақпарат бере ме тіл байлығы туралы? Бермейді ау, білмеймін. Автор туралы ғана береді. Тағы тексеру керек шығар оны қайткен күнде. Яғни қалай салыстырылды. Және білмеймін, шынымен оның бәрін үйтіп салыстырып іздеп жүрген. Оның барлығы small dick energy ғой, келісуіміз керек. Яғни андай нәрсе ғой деймін да, яғни бір комплекс ғой шынымен, кембағалдық комплекс ғой. Бізде ең үлкен, бізде ең көп, бізде андай, бізде мындай деген. Біздің қазақ тілі құрсын ондайға зәру емес. Қазақ тілі нормальный өмір сүріп отырған тіл, әп-әдемі тіл, керемет тіл. Иә, тиіспеңдерші. Оған үйтіп Шекспирден асудың керегі жоқ. Біз қазақ тілі Шекспир үшін өмір сүріп жүрген жоқ қой. Шекспир құрсын, сол Шекспир 2 миллион сөзді бір өлеңіне тығып тастаса да мейлі негізі. Қазақ тілінің мұрты да қисаймайды одан. Бірақ сөйтіп салыстырғыштар болады, иә, әрине. Бір білмеймін олар не іздейтін, бір жұбаныш іздейтін шығар. Қазақты мойындаған ел деген сияқты. Иә, сондай бір тема ғой баяғы. Иә, тәуелсіздігін алғаш мойындаған ба? Білмеймін, сондай темалар көп қой. Қазақты мойындаған, мынандай ұлттың осындай адамы көп негізі ондай нәрселер. Келесі әшкерелейтін мәселе тіл коммуникация. Тіл ең алдымен коммуникация құралы деп айтады. Егер біз қазақ тілін қорғаштай бастаймыз ғой, активистер, сол кезде айтады, бәрібір емес пе, тіл ең әуелі коммуникация құралы, оны қалай айтсам болады, егер ол қолданылмай кетсе, ол сол керек деген сияқты. Оның яғни функциясын атқара алмай жатыр деген сөз. Өлетін тіл өлсін деп айтады. Жестко. Өлетін тіл өлсін. Бірақ мен айтарым, мысалы, нақты отарланған тілдерге қатысты
қазақ тілі отарланған тіл деп айтсақ, яғни өте көп ықпал еткен қазақ тіліне, орыс тілі әсіресе езгі көрген тіл. езгі көрген тіл ретінде біз үшін тілдің рөлі ерекше. Иә, ал мысалы орыс тілі немесе ағылшын тілі үшін олар үшін бұндай проблем жоқ. Олар үшін ең бастысы коммуникация құралы. Әсіресе ағылшын тілі үшін. Олар қандай сөз алса да кіргізе береді ағылшын тіліне. Сәл бейімдеп өз дыбыстық жүйесіне. Өйткені олар пәленбай жерге таратып тастады тілін. Біз шағын ұлт ретінде біздің болмысымыз, руханиятымыз деп андай сондай сөздер айтамыз, ауыр сөздер. Соған байланысты біздің болмысымыз тілге қатты байланған. Өйткені тілсіз ел, ол тілі жоқ ел, ол өлі ел, өлі ұлт деп айтуға болады көп жағдайда. Байтұрсынұлының сөзі ма? Тілі өшкен ел қалай? Тілі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады. Тілі өлген ел, тірі өлген ел. Өте қызық, келсем 100%. Ол жерде ол сол сөзді андай не істеу үшін айтады ғой, бір құнсыздандыру, керемет ответка ретінде, ойбай құрсын, не соншама қазақ тілі үшін өлдіңдер ма деген сияқты. Жаңа қазақ тілі бүйтсін, бүйтейік, сөйтейік, қазақ тілін қолға алайық деген сияқты бір ұран тастасаң, үндеу тастасаң, біреулер шығады сөйтіп. Олар енді әрине ол жерде ол адамның өзінің психологиялық нәрселері ғой, ол жерде ол өзін жұбатып тұр бір жағынан, қазақ тілін білмейтіндігіне, бір жағынан, екінші жағынан ол өзі орыс тілді адамдар айтатын шығар оны көбіне, яғни қазақ тілін білмейтін. Ол осыған дейін привилегиялы адам болып келді, қазақ тілін білмей ақты привилегияларын көбіне қол жеткізіп келді. Енді қазір кейінгі 30 жылда, 20 жылда, 10 жылда, кейінгі 3-4 жылда тіпті қаттырақ сезілетін шығар, олардың яғни привилегияларынан айырылып бара жатқан. Және әрине сен привилегияларыңа қатты байланғансың, сондықтан оларды қорғау үшін кез келген қисынды да қисынсыз да аргументтерді тастай бересің неше түрлі жаңағы. Ол жерде әрине ол тіл жай ғана коммуникация құралы деген ол қате таза, ол да лингвистикада қате ой деп саналады деп ойлаймын ғылымда. Өйткені тіл ол әрі символика, әрі саясат, және қашан да ол сондай болған. Ол тіпті 200 жыл бұрын ол саясаттың құралы болған, 300 жыл бұрын ол саясаттың құралы болған. Ол жаңағы сенің идентика дейді ғой, соның барлығы сол тілмен байланысты. Кімдігің қайткен күнде тіл деген. Қайткен күнде сен бір халықпен мысалы екеулерінің тілдерің ұқсас болса, сендердің көретін контенттерің, бір нелерің бір болады ғой, ортақ болады қайткен күнде. Мысалы, қарақалпақтар мен білуімше олар тойларында бір қарақалпақтан естіген, енді ол да сондай бір факт чектелген ақпарат емес, бірақ сонда да оның мысалы өзінің жеке тәжірибесінде ол айтады, біз көп көреміз дейді қазақтың киносын, қазақтың музыкасы, тойларда өте көп кәдімгідей таза қазақша музыка Азиз жанды қалдырма. Сол қарақалпақтардың тойлары. Ол мысалы сол жаңағы тіліміз бір болғандығының арқасы ғой деймін да. Ал қазір біз мысалы бөтен мемлекетпен және бізге әлсін сес көрсетіп отыратын мемлекетпен бір тілде сөйлейтініміз, яғни халқымыздың жартысы дерлік олармен бір идентиканы ұстап отырғаны, ол да қайткен күнде бір несі бар ғой, қайткен күнде қаупі бар ғой. Біз олармен сондай бір етене жақын араласып кеткеніміз. Қайткен күнде бір нені психологиялық та соның ішінде, шекараны ұстануымыз керек сияқты. Соның ішінде мемлекеттер арасында. Сол жерде бізге яғни өзіміздің мемлекеттік тіліміз керек. Тіл қашанда идеологиямен, мен айтқандай осыған дейін прескриптивизмді айттым, анан айттым, ол қашанда бола береді деп айттым. Соның ішінде жаңағы ұлтшылдық та, яғни тілдегі бір не де қашанда бола береді. Тілді символға айналдыру. Ол біздің символымыз, және біз оны символ ретінде қорғауымыз керек. Қырғызстанда балапан арнасы көрсетіледі ғой. Білесіңдер ғой. Сол мысалы айтады, жаңағыдай балам көрді, қырғыз бала, ол қазір қырғызша емес қазақша сөйлейді деген сияқты. Соның өзі кәдімгідей әсер етеді да, мысалы балаға. Және қырғыздар Қарапайым қайрат деген сериалды көретін байқадым да, комментарийлерден ютубта. Бірақ тіл, Қарапайым қайраттағы тіл, ол шала қазақ тілі да, сол қазір қоғамда бір күшті өтіп кеттің андай. Ол тәжірибе бұрын. Ол бізде модерациялық тәжірибе. Сен жақсы модераторсың айтпақшы. Рахмет. Ай десе. Қысқасы Қарапайым қайратта шала қазақ тілі көп, және көп сондай шала қазақша сөйлейтін контент жасайтын адамдардың аргументі былай:
әсіресе өнерде біз кинода болса, біз өмірде кино өмірдің айнасы деп қарастырсақ, біз сол өмірден алып киноға саламыз. Бұнда тұрған ештеңе жоқ деп айтады. Бірақ менің оған кері аргументім бар. Өнер айна, бірақ ол айна жай өзіңді көру үшін арналған айна емес, көру үшін, бірақ көргеннен кейін сен рефлексия жасауың керек. Reflect деген сөз содан ғой дейсің. Яғни өзіңше өзіңнің қандай тіл болса, егер мысалы кинода тіл болса, кино тіл емес, тіл қазақ тілі болса, сен қазақ тілі кинода қандай екен көресің да, шала қазақша. Мынау болмайды дейсің. Мен бұндай шала қазақша сөйлегім келмейді. Барынша тазарақ сөйлейін деп ойлайсың да, сөйтіп өзгеруің керек та. Бір сондай керек емес, енді өнерде айтады ғой, ешкім ештеңеге міндетті емес. Қарапайым қайратты өнер туындысы деп санасақ, онда ол ешкімге міндетті емес автор ретінде. Бірақ мен олардың орнында болсам қалай істер едім деп айтқым келеді. Мен кейде оларда бір элементтер бар, қазақ тіл мәселесін көтеріп қояды. Мысалы, соңғы маусымда сен көресің ба? мен жасырын фанатпын. Жоқ, мен осыған дайындалу үшін қарап шықтым да, бірінші сериясын. Соңғы маусымның бірінші сериясында түрмеден шыққан кезде Қайрат түрмеден шығар алдында түрмеде біреу газетті, ана тіл деген газетті жерге тастап тастайды. Мынау не? Бұндай тағы бір рет осындай қайталасаң, шайнекті басына кигіземін деген сияқты айтады. Бұл ана тіліне деген респекті да. Өйткені Қайратты бәрі жақсы көреді, құрметтейді кейіпкер ретінде, және ол ана тілін құрметтесе, месседж келеді көрерменге. Бірақ бастапқы серияларда тотал шала қазақ. Ана жерде адам сенгісіз трэш шала қазақта, анау құлағың құрысып қалады да. Мен мынандай шешім ұсынғым келеді да, кез келген кино авторларға. Бәрі 90% шала қазақша өмірде солай, 90% солай сөйлесін, шала қазақша кейіпкерлер. Бірақ бір кейіпкер квотамен кіру керек та. Қазақ тілі деген квотамен, таза қазақ деген квотамен кіріп, қазақша сөйлеген дұрыс сияқты. Сонда қазір бәрі квота деген бар ғой, білесің ғой. Квота. Андай ауылдан келгендерге квота деген грант береді. Грант сияқты. Қазақша сөйлейтін бір кейіпкер болу керек, бірақ ол кейіпкер қарт адам болмау керек. Өйткені бізде тағы да стереотип бар, таптауыр. Бір үлкен кісіні көрсең, қазақша сөйлеу керек деп ойлайды. Қазақша сөйлейді деп ойлайды. Ал біз сияқты жастар, мысалы сендер жастарсыңдар менен гөрі. Сендерді көріп здравствуйте дейді. Добрый день сияқты. Сендерді көріп қазақша болады екен. Қазақша сөйлейтін, үш тілді білетін адамдар көп екен түсіну керек та. Сондай бір кейіпкер керек. Әр фильмде сондай бір репрезентация болса, бұл кішкене позитив дискриминация келеді, бірақ бізде басқа амал жоқ. Өнер жоқ, позитив дискриминация өте қатты. Онсыз да бар ғой көп. Ол әсіресе батыста жақсы дамыған. Қазақстанда да бар. Қазақ тіліне қатысты позитив дискриминация. Қандай? Жалпы көбірек көңіл бөлу мемлекет тарапынан. Және ол оны тек көбейтуіміз керек. Мысалы, айтады ғой жаңағы көп сериалдарда шала қазақша. Соны мысалы сұрасақ, өмірде солай сөйлейміз ғой, сол үшін солай істедік дегендей. Бірақ аргументін окей түсіндім, бірақ бір түрлі. Біз өмірде білмеймін, өте тап-таза орысша сөйлеп келе жатамыз да, сосын андай бір тек қана қазақша сөйлейтін адамның айтатын сөздерін айтып қалады да. Мен көремін да сериалдарда, мысалы танымал деген сериалдарда, мысалы 5-32 жаңағы Сәлем Сошалдың сериалдары күшті сериалдары, бірақ сондай бір кішкене түсінбейтін моменттер бар. Сосын жаңағыдай астындағы субтитр мәселесі бұл жерде. Қазақша субтитр жоқ, шықпайды, тек кейіпкер қазақша сөйлесе ғана астында орысша субтитр ғана шығады. Сол жағы кішкене маған бір түрлі. Біз ол туралы тіпті сөйлескенбіз. Ол әділетсіз, мен де байқағам ондайды. Жаңағы, тек орысша сөйлеген кезде, қазақша сөйлеген кезде, яғни орыс тілді аудиторияның қамын ойлайды екен. Ал қазақ тілді аудиторияға мейлі олар бәрібір түсінеді ғой деген. Жоқ, мен түсініп отырған міндетті емеспін. Оны да негізі норма қылып қабылдауымыз керек. Шынымен адамдар жаңа өз призмасынан ойлайды да, өздері әйтеуір орысша бірдемелер түсінетіні бар.
20-30% болса да түсінеді, содан ойлайды бүкіл халық сөйтіп түсіне береді. А жоқ, негізі орыс тілін түсінбейтін халықтың біраз бөлігі бүгінге дейін жиналып қалды негізі кәдімгідей. Шынымен орыс тілін білмейтін жастар көп, статистика бойынша да солай. Орыс тілі шынымен жаңағы қайткен күнде тез болмаса да бірте өзінің өзектілігінен қалай айтса болады. Енді қайткен күнде, яғни қазақ тілінің өзектілігі артып келе жатыр деп айтайық, иә. Сол жағынан, иә, мен келісем, және оны жаңағы табиғи етіп көрсету үшін әлемді сол жаңа екі тілді араластырады, түсінгенімше. Продюсерлер ме, режиссерлер ме, кімнің шешімі екенін білмеймін, мен әдетте оны продакшнда. Бірақ әдетте кері эффект беретін сияқты, яғни керісінше содан ол тым бейтабиғи болып кететін сияқты, тым біртүрлі кәдімгідей андай. Мен соны 1.90 көрдім, мен тағы 1.90-ды көрдім, біріншісін көрген жоқпын. Соны көрдім, бір 2-3 сериясын көрдім. Түсінген жоқпын. Анау деген кәдімгідей мектеп, және бір қызығы, бір абсурд кәдімгідей мектеп. Қандай мектеп, ондай мектеп Қазақстанда бар ма жоқ па білмеймін, әйтеуір өте біртүрлі жаңағы өздері кәдімгідей сол сен айтып отырғандай таза московский орысшамен сөйлеп тұрады да, бір кезде кетеді да, жаңағы кәдімгі Әуезовтің қазақшасымен сөйлесіп кетеді. Түсінбей қаласың, олар не болып кетті деп. Андай біз деген орысша қазақша араластырғанда әдетте бір сөз, бір сөйлем кетіп отырады, иә, бір тілден екінші тілге. Болды. Ал ана жерден кәдімгідей 50-50 қылып бөліп қойған ба теңдей, білмеймін. Мысалы, және бір қызығы, оқушылар өзара қазақша сөйлесіп жүреді, бүйтіп жүреді, сөйтіп жүреді. Сосын мұғалім тұрады да, оларға орысша дәріс оқи бастайды ма, бірдеме. Шығып алып, орыс тілінің мұғалімі емес. Ол қазақша сөйлеп жүрген мұғалім болған. Мен түсінген жоқпын, ондай мектепте мүлдем мүмкін емес қой. Мұғалімдер мектепте әдетте керісінше таза қазақша сөйлейді. Білмеймін, кәдімгідей таза неестественно, иә. Міне, осылай қолданамыз біз орысша сөздер қолданатын болсақ. Бір сөз кетеді арасында. Сондай мысалы. Ал менің ойымша өте орысша айтқанда деп кішкене кешірім сұрап бастаймыз. Түсініктірек болу үшін. Маған ең ұнағаны сол орыс тілі мен қазақ тілін қатар өмір сүруін нақты өте жақсы көрсеткен фильм, менің ойымша туынды, ол Дос Мұқасан деп ойлаймын. Ол жерде шынымен, енді ол жерде басым бөлігі фильмнің қазақ тілі шығар, 70-80%. Бірақ қалған бөлігі жаңағы именно партия мәжілісі, иә, сол орысша сөйлеп қалады арасында, солар орысша сөйлейді. Және яғни кәдімгі контекстке сай келіп тұр. Шынымен сен аласың, анау шынымен сол контекстте сен де өзің отырып ана жерде орысша сөйлеуің керек сияқты болып тұрасың. Бұл негізі өте жақсы. Практикада бар, театрларда мысалы бір кез келген бір спектакль КСРО-ның уақытын көрсетсе, жалпы басты кейіпкерлер қазақша сөйлеп жүреді, ал жаңағыда сен айтқандай партия мүшелері, сондай кісілер, олар орысша араластырып жүреді, қазақ болса да, орысша араластырып, тіпті орысша сөйлеп жүреді, таза, сондай бар нәрсе. Маған ұнады негізі сол Дос Мұқасан фильміндегі жалпы басында көп сен айтып қалдың ба, осылай таза қазақша сөйледі ма кейіпкерлер деп, сондай сұрақ болды. Бірақ маған ұнағаны сол жаңағыдай. Мен не деп жаздым сонда? Білмеймін, коммент жаз. Неге бұлай таза қазақша сөйледі ма деген сияқты сондай сұрақ болған сияқты мен қалып тұрмын. Бірақ ол жақсы негізі. Әдемі сөйлеген, маған табиғи естілді олардың тілдері. Андай не өстірген жоқ. Әлде бір жақтарға барып қайтқанбыз деген сияқты естіген жоқ. Кәдімгі күнделікті ауызекі тіл болып естілді маған. Мен ондай байқап отырамын да дейді. Мынандай мәселе бар сол бүкіл фильмдерде. Есімдікті орынсыз қолдану. Мысалы, мен сен ол деген сөздерді артық қолданады. Ол деген кәдімгі не ғой, проблема ғой нағыз. Мысалы айтайын көрермендер үшін. Мысалы, ол бармайды деп айтады, бірақ ол бармайды деген дұрыс сөйлем, бірақ кейде сен контекст бойынша ол қажет емес. Мысалы, бармайды деп айтты, қысқаша айта салады. Сен деген сөзді өте көп қолданады. Мен неден мысалы біз дыбыстау, дубляж деген салада жүрген соң, қазір әуесқой дубляж топтары көп. Олардың жұмыстарын көрген кезде 30-дан астам мен есептеуім бойынша. Олар аударған кезде тура аударады ағылшыннан. Немесе тіпті орысшадан аударса да, енді ағылшын мен орыстың несі ұқсас қой, кішкене құрылуы бірдеңелер. Олар сен, ол, мен деген нәрселер көп ол жерде. Олар дәл солай аударып алады. Сен бірдеңе, сен мына жаққа кеткен жоқсың, өйткені сен деген сияқты сондай нәрселер көп. Әр тілдің өзінің бір ережелері болады деген сияқты. Біздің тіл басқаша, біздің ерекшелігіміз сол, иә. Және деген сөз мысалы, and, и деген мысалы, орысша, и он туда пошел, және ол сонда ол сол жаққа кетті деп мысалы сөйтіп аудара салады да, және деген сөзді мен
қазір жек көріп кеттім. Мысалы иттің етінен. иә, иттің етінен де мақсаттың өзі мысалы аударған кезде кейде қосып қалады, ол норм қосу да, бірақ соның өзінде мысалы мүмкін басқаша қоямыз, оған қоса деп мүмкін өзгертеміз деп та. Сенің огородыңа тас ұшып бара жатыр. Иә. Ал не дейсің? Мен аудармау үшін огородым. Иә, ол норм, иә, арасында болғаны, иә, логикаға сай болса, иә, бірақ және деп қоса беру дұрыс емес. Мысалы әмір келді және отырды демейміз ғой біз. Иә. Әмір келіп үтір отырды, болды. Немесе келді де отырды. Әмір келіп отырды. Келіп отырды, біз келді де отырды. солай неге өмірімізді қиындатамыз біз? Қазір камера қарап айтайын ба осы бәрін? Мәлімдеме. Иә, олай аудармаңыздар, өтініш. Егер тіпті аудармашыларға да бұл нәрсе маңызды деп Әрине. Тіпті аудармашымын деп жүрген адамның өзі сөйтіп аударады. Калька біріншіден, екіншісі ол сапасыз аударма дегенге жатады. Кішкене, иә, өйткені аударма кезінде көбісі сөзбе сөз аударуға тырысады, ол дұрыс бір жағынан. Бірақ екінші мәселе, сен кейде локализация деген нағыз бейімдеуді, тіл табиғатына бейімдеу бір бөлек, сөзбе сөз аудару бір бөлек қой. Қазақ тілді көрермен түсінбейді оны, оған біртүрлі естіледі ол, жаңағы сен неестественно, табиғи естілмейді ол. Ол жаңағы неге де әсер етеді ғой сенің фильмнен алатын әсеріңе. Өйткені сен соған біртүрлі болып мән беріп қаласың көрермен. Сен тіпті лингвистикадан қашық адам болсаң да, ана жерге тілі біртүрлі болып шығып жатырса аналардың аузынан. Және мен келдім, және мен отырдым деп жатырса аналар, сен шынымен біртүрлі болып отырасың, не болып кетті деп мына жер. Біздің тіпті дыбыстаушыларға да айтатын нәрсе бар. Ол жаңағы біздің ағайымыз айтады, сахна тілінен сабақ беретін. Ол жаңағы қазіргі жастардың тілінде мягкий знак бар деп айтады. Мягкий знак деп ол жаңағы енің алдында ол мысалы мен деген сөз қара, мен деп айтық, көбі мен деп айтады. Мен, сен, ол кетет, келет деген сияқты осындай қылып та. Мысалы, мен жақында бір подкаст көрдім. Мен десе. Иә, атымды қалып тұрмын, иә. Ол жерде жаңағыдай күшті мысал айтты, нет деген сөзді қазақша айтып көріңдерші деп. Ағылшынша, орысша нет деген сөзді нет деп өзі күшті қылып көрсетті. Негізі сол кісінің атымды қалып тұрған үшін ұялып тұрмын. Осы жерге жазып қоямыз. Қайрат Әділгерей. Жоқ, ол емес. Сондай мысалдар бар да. Жаңағыдай тілдегі бір түсініксіз моменттер. Иә, окей. Келесі біз қазір бәрін талқылап үлгермей қалуымыз мүмкін, бірақ ол не емес, проблема емес. Мысалы, мынандай уайым бар біздің, мен кейбір адамдардың естідім, қазақ тілінің болмысы жоғалып бара жатыр дейді. Жоғалып кетті дейді, сол орыс тілінің әсерінен. Мен келсем бұған, бірақ бұл кішкене қазақ тілін мистификациялау сияқты. Өйткені иә, расымен де біз бағана айтқандай, бағанаға кішкене қарама-қайшы, біздің руханиятымыз тілге байланған еді. Бірақ біз қазір орыс тілінің әсерінен тіліміз өзгерді. Мүмкін бізде сөз реті өзгерді. Кейбір морфологиялық, синтаксистік өзгерістер пайда болды, бірақ оның бәрібір қазақ тілі. Қандай шала болып, кішкене орыс тілінің әсерінен өзгеріп қалыптасқан тіл қазір, ол бәрібір қазір қандай болса сол қазақ тілі да негізі. Өйткені бізде басқасы жоқ. Басқасын жаңғырту, өткен шақтан әкелу, ол өте қиын нәрсе. Ол үлкен бір күшті қажет етеді. Кәдімгі тоталитарлық жүйе керек ондай нәрсе үшін. Біз ондайға бара алмаймыз. Сәйкесінше тілдің болмысы, бұрынғы болмысы жоғалды, бірақ оның орнына жаңа болмыс қалыптасты деп ойлаймын да. Ол жаңа болмыстың еш кемшілігі жоқ. Өйткені ол қазіргі реалияға жауап береді. Сәйкес. Және бұған жақсы бір мысал. Сен айтқан, мысалы, түркі қағанаты кезіндегі отыр, жатыр, және үшінші қайсы тұр. Тұр, жүр, жүр. Қалып етістік қазақ тілінде. Қалып етістіктері сәл басқаша болған. Яғни ол кезде, мысалы, қалай болды? Яғни қазақ тіліндегі 4 қалып етістіктің этимологиясы, осы 4 етістіктің қазіргі болжалды келер шақтағы ар ер бар ғой, ес мүшенің түрі біздегі. Соның көне нұсқасынан шықты деп айтылады біздегі қалып етістік. Өйткені байқасаңдар, олардың формасы біртүрлі, ол тұр дейміз. Яғни басқа етістіктер олай жіктелмейді ғой. Мысалы, сен басқа етістікті қолдансаң, сен айтасың, мысалы, әмір қарайды дейсің,
әмір қара демейсің ғой, әмір маған қара деген ол бұйрық ұрай. Ана жерде бұйрық ұрайды осы шақта бірдей болып тұр, әмір тұр және әмір орныңнан тұр деген сияқты. Сол етістіктердің түрлері, формалары бір түрлі. Соның мысалы ол жұмбақтың шешімі, ол сол олардың көне формасы тұрыр, жатыр, жүрір және отырыр болған. Ана екі р әдетте әрине р, л сияқты дыбыстар өзгеріске бейім келеді. Бір процесс. Латеральный. Не сияқты? Плеоназм сияқты. Сондай деп аталады, есімде жоқ. Троптардың бірі ма? Апокопа. Апокопа немесе синкопа. Сол яғни синкопа деген бар болды. Апокопаның бір түрі. Ал мысалы жатыр деген сөздің өзінде ол керісінше қалып қойған, өйткені жат деген түбір жаттыға аяқталып тұр. Егер ол жерде р болғанда әрине ол да жар болып қалар еді. Жатыр. Ал мысалы жатыр деген түбір жоқ. Жатыру емес қой. Жатырамыз. Енді мен айтайын дегенім, сол замандағы түркіге біреу келіп айтса, тұрыр деген дұрыс емес, тұр деп айтайық десе, басқа жаңа сөздерді саған үйретіп береді дейсің ғой. Яғни 1000 жыл бұрын тұр деген қате болды. Тұр отыр деген қате болды 1000 жыл бұрын. Делік. Әбден мүмкін. Тіпті 100 жыл бұрын қателеспесем тын қате болған. Олар түн деп жазылған. Ахметтің жазбаларында баратұн, оның барлығы, оның ар жағында әрине өзің білесің тұғын. Одан бұрын тұғын болған. Тұғын, оның ар жағында тұрған, бара тұрған, келе тұрған. Сол кезде мысалы бара тұрған деп жүрген адамға біреу баратын деген сөйтіп айтып жүр екен десе, бұл қате деп айтады. Ахмет оны қате деп санар еді деп ойлаймын, өйткені Ахмет Байтұрсынұлының жазбаларында мен көргенімде түн деп жазылады, ол қосымша. Бұдан біз нені көреміз? Тіл ағза дегенге ораламыз бағанағы. Және тіл өзгерді, және бұрын қате болған нәрсе қазір норма, ал қазір қате деп жүрген нәрсеміз 100 жылдан кейін нормаға айналу әбден мүмкін. Мүмкін. Битіп жүре береді дейсің ғой. Кейде бір кері процесс болады, мен байқадым, мысалы. Қызық нәрсе бұл. Бізде ф, п-ға ауысқан көп жағдайда. Фәни, пәни болды. Пәлсапа болды. Сосын мен өткенде 2 жыл бұрын бір жаңалықта бір кісі пенсия деп айтып отырды. Бір уақытта фенсия деп отыр. Яғни қазір мүмкін, егер сол процесс жалғаса берсе, қазір п қайтадан ф-ға ауысуы мүмкін да біздің қоғамда. Яғни сондай ауыспалы нәрселер, аумалы төкпелі заманда сондай нәрселер көп. Және апокопия. Синекдоха деп ақылды сөздер айта берейік. Ақылдырақ көру үшін. Сәйкесінше біз тілдің болмысы ол әр заманда әртүрлі деген. Тілдің болмысының өзі тірі ағза шығар, бөлек тірі ағза. Келсем. Бұл жерде ананы түсіну керек сияқты көп адамға. Яғни мысалы қазір мына калькілердің талқысы менің ойымша мысалы сапалы аударма жағынан өте орынды калькі деп санаймын. Мысалы шынымен біздегі жаңағы енді неше түрлі шынымен жаман аударатын адамдар бар ғой, шынымен нашар, яғни өзінің жұмысына ұқыпсыз қарайтын адам деген сөз ғой, немесе мақсат емес әрине, жоқ, мақсатты кәсіби ғой, жанын беріп, яғни шынымен андай шалапұла, немесе тіпті аудармашы емес адамға алады да бере салады, мына қазақша білесің ғой, переведи пожалуйста деп. Ол өтірік ана жер аударып тастайды, сол сендер айтқандай сөзбе сөз. Оның бәрі енді шынымен ол тілден гөрі менің ойымша сапасыз аударманың мәселесі сияқты, яғни аударма сапасының мәселесі. Ал енді тағы бір жағынан біз мынаны ескеруіміз керек. Шынымен тілдің болмысы өзгеріп жатыр, қазақтың болмысы өзгеріп жатыр. Мін осы жаңа несінде қазақ көшпенді емес. Кликбейтке қазақ көшпенді емес. Ол 100 жылдың ішінде өте көп өзгерістен өттік. Ол әрине оның барлығын біз жаңа психология жағынан да зерттеуіміз керек шығар. Ол жарамызды қалай емдейтінімізді. Бірақ қазір мысалы біз қайткен күнде 90-шы жылдары өте алмағайып, аласапыран кәдімгідей өзгеріс болды демографияда. Трансформация. Қазақтар қалаға көшіп келді. Енді қазақ тілі қаланың тіліне айналып кетті. Қаланың контексті қайткен күнде бөлек. Және екіншіден қазақ тілі қайткен күнде бұрын соңды ондай кең көлемде
мына бюрократияның тілі болмаған, яғни құжаттарды беру, үлестіру, айту, бүйту жаңағы. Қазір ол бюрократияның тіліне айналып келе жатыр. Ал бюрократияның тілі қайткен күнде сол жаңағы андай сухой дейді ғой, сондай конструкцияларға ол қайткен күнде толы болады. Дәл солай орыс тілінде сондай. Канцеляризм деп аталады ондайлар. Иә, орыс тілінде сөйлейтін адамдардың өздері де, мысалы Ресейде жаңағы пиши, сокращай, бірдеме деген неше түрлі қозғалыстары, еңбектері, блогтары, кітаптары бар ғой. Олар да яғни мысалы айтып отырады, сен блог жүргізсең, журналист болсаң, канцеляризмдерді қолданып кетпе, ол деген кішкене оғаш естіледі, жаңағы мәтіннің жансыз болып қалады, мәтіннің кішкене әдемі болу керек, адамға жағу керек. Сол жерде андай жаңағы мною принято решение деген сияқты сөйлемдерден аулақ бол деп айтады. Бірақ сен егер құжат толтырсаң, қайткен күнде құжаттарда сол керісінше мною принято решение, министерством рассмотрено предложение деген сияқты құрылыстарды қолданғаның орынды жалпы алғанда. Және қазақ тілінде де енді бір қайткен күнде бір жаңа пласт қалыптасады. Және оны әрине сол журналистер ғой енді көбіне шатастырып, соны мемлекеттік тілді журналистикаға тықпалап жүретін. Бірақ өйтудің керегі жоқ та, журналистикада қайткен күнде бөлек тіл болады. Көркем әдебиетте тағы бөлек тіл болады. Сол жағынан. Мысалы бір ересек адамдар енді орынды да шығар бәлкім, бірақ олар бүй деп айтатынын естіген бір. Қазір көп адам менің алты немерем бар, оның үшеуі жиенім деген сияқты айтатын болған екен. Яғни немере ол қолшатыр термин, иә, ортақ термин, ал жиен соның түрі екен да ол адамдар үшін. Және мен үшін ол оғаш емес, мен де солай ойлап қойдым. Жиен немерем деп айтады. Жиен немерем деп немесе айтады. Ал ана кісі оны оғаш, ол қате, қазақта ондай жоқ деп айтып жатыр да, мысалы. Солай да шығар бәлкім. Яғни жиенден қыздан тараған ұрпақ. Бірақ ол да менің ойымша заманның өзгергенінің нәтижесі сияқты. Яғни қайткен күнде бұрын нағашы әжеңді сен айда жылда бір көретін шығарсың, өйткені олар ана ауылда, сен мына жақтағы ауылдасың. Ал қазір екеуің, сенің нағашы әжең де, өз әжең де екеуі бірдей бағады, иә, былайша айтқанда, екеуі қатар келіп тұрады. Екеуінің саған деген қарым-қатынасы бірдей, жақындығы. Және бір неге ұмтылады, тіл ыңғайластыруға. Яғни жиен деп бөлгенше бәрін немере дей берген негізі қолайлырақ та. Сол жағынан алғанда, иә. Жиен демекші, жаңа мынандай нәрсе есіме түсіп кетті. Кезінде 2011 жылы ресми қазақша дубляж пайда болды ғой. Сол 2012-де жаңа өрмекші адам деген фильм шықты, Эндрю Гарфилд түскен. Сол фильмде жалпы өрмекші адамның несін білесің ғой, оқиғасын қалай оның ата-анасы қалып қойған. Өзінің әкесінің ағасымен, соның әйелімен соның қолында өседі. Бен және Мэй. Бірақ орысша қарасақ тетя Мэй деп айтады, дядя Бен. Бірақ біздің логикада ол оған Мэй тәте бола алмайды ғой, ол жеңге болады ғой, дұрыс па? Осындай нәрсе бар. Мен соны, бірақ біздің дубляжда, ресми қазақша дубляжда, кинотеатрда көрсеткен, ол жерде Мэй тәте деп айтады. Мэй, білмеймін, аулай айтпаймын не сонда. Мысалы, мен өзімнің бір жеңгем бар, оны апа деп айтады. Мысалы, Меруерт дейікші, Меруерт апа деймін. Апа деп, иә. Бірақ мен, мысалы, бір үлкен ағамның, мысалы, папамның ағасының әйелін мен білмеймін, апа деп айтқызбайды маған. Апа немесе әпке, тәте деп айтқызбайды маған. Болмайды. Ол жеңеше деп айтты. Бірдеме жеңге деп айтты. Жеңеше, жеңге деп айтты. Кәдімгідей не істейтін маған, сөйтіп үйрететін. Сосын ойланасың сол кезде, бүкіл Қазақстанда сондай логикамен жүре ма бәрі? Мысалы, біз жоқ. Мен апа дей беремін. Мен мысалы, өрмекші адамды көргенде қазақша аудармасын дұрыс қабылдай алмадым басына. Мэй тәте деп айтқан кезде. Бірақ енді әрине оны тыңдай берген соң окей деп қарадым. Жаңа айтқандай оғаш емес қатты ол нәрсе. Бір бүйтіп тиісіп, ол жоқ, олай емес деп ондай нәрсе емес. Бірақ сол жағы кішкене түсініксіз болды маған. Ол жиенім деп айтады. Ол мысалы, ол да қате ғой, иә, ол да қате. Мысалы, ана Мэй тәтесі, негізі жеңгесі, ол менің жиенім деп айтады. Ол жиен емес қой. Ол Питер Паркер оның жиені емес. Жаңа племянник деген ғой. Племянник дегеннен аударған.
қалай Питер Паркер? Питер Паркер, Оның ағасы ма? оның ағасы жаңағы Ағасының әйелі ме? Ағасы Әкесінің ағасы. Онда ол кім болады оған? сол Ричард Паркердің інісі анау. иә, Бен. Ричард Паркердің ағасы. Ағасы. Бен Анау сонда оған қайнысының баласы ма? сондай ғой негізі. Қайын інім деп айту керек па? Или Қайным бола беретін сияқты. Қайным, Иә, сол жағы кішкене түсініксіз болды. Мүмкін мен қатты бүйтіп не істеп тұрған шығармын, кіріп. Оны енді жаңағы ол құртыңдар. Ол шетелдіктер болған соң, мүмкін солардың логикасымен қалдыра берген дұрыс шығар бір жағынан. Біздің нақты бізді бір қазақтықты тыға бергенде түрікте ең сол жалпы племянникті білдіріп кеткен ғой, иә, қателеспесем. Мысалы Нұрстан сұрау керек. Иә. Нұрсұлтан, сәлем. Мынандай сұрақ енді орыс тіліне көшсек, біздікі орыс ресейліктер айтады, кейбір адамдар айтады, ол Ресейдің тілі ғана емес, орыстың тілі ғана емес. Ол Біріккен ұлттар ұйымының тілі дейді. Және халық жалпы көп ұлттың болмысына кіріп кетті дейді. Енді соны рас деп алсақ, біздің Қазақстандағы орыс тіліне біз ықпал етудің, қазақ тілін кеңейту арқылы орыс тіліне ықпал етсек деп ойлаймын да. Мысалы, Қазақстандық орыс тілі нұсқасында қазақ сөздері қазақша жазылу керек. Өйткені кириллица бәріне бір ғой. Мысалы, адам есімдері әсіресе содан бастау керек сияқты. Мысалы, мен атымды Максат деп жазып қоя береді, Малик деп ше. Маған ұнамайды ол, маған Мақсат Мәлік деген, Арзаман деген сияқты ұнайды. Сондықтан немесе Сейтақ деген сөзді жазған кезде сенің фамилияңды Сейтак деп қойдың. Сейтаков. Иә. Сәйкесінше бір ресми құжат келе жатады, сол жерде қазақ орысша болып кетеді да атың. Бірақ бәрібір құжатта солай деген аргумент бар ғой, құжатта қалай солай деп тіркесек, онда кез келген бұл есім ғана емес, ономастикалық жалқы есімдердің бәрін қазақша қалай солай жазуды нормаға айналдыру керек сияқты қазақстандық орыс тілінде. Бейімдеу ма? Иә, өйткені біз орыс тілін кейбіреулер құртамыз деп ойлайды, бірақ біз оны жеңе алмаймыз, құрта алмаймыз. Ал егер сен бір нәрсені жеңе алмасаң, онда өзің оны қолға алуың керек та, өзің көшбасшы болуың керек. Иә, субъектілікті алуымыз керек өзіміз. Сәйкесінше біз орыс тілін қазақ тілімен араластырып, өзіміздің орыс тілінің нұсқасын құрастыру керек. Әрине бұл біз қазақ тілді активистердің жұмысы емес, бірақ ана орыс тілі үшін сөйлеп жүрген адамдар сонымен айналысқан дұрыс сияқты да. Аттарын қазақша жазып орысша мәтін айтып, немесе мен бұны қалай түсіндім, өткенде Жанна Оразбақ адвокат дөп сөзде сөйлеп отқан кезде Айнагүл деп айтты да бір кісінің есімін. Бірақ ол Айнагүл деп айта алады ғой. Мен оның орнында болсам, нағыз Қазақстандағы билингвалды азамат ретінде, мен Айнагүл, мысалы, орысша сөйлеп келе жатып, ее звали Айнагүл деп айтамын да, мысалы. Сондай нәрсені нормаға айналдыру керек сияқты деп ойлап отырмын. Иә. Сол, менің монологым аяқталды. Өте қызық, иә. Швейцария мен Канада екі тіл бар, білесіз ма? Білемін. Бізде неге екі тіл болмасқа? Бола беретін шығар, білмеймін, бірақ бізде контекст екі бөлек қой. Яғни Швейцарияға ешкім басып кірейін деп отырған жоқ, немесе Швейцарияға әлсін сес көрсетпейді ешкім, шекараң андай, мындай деп. Канадаға да ешкім әңгіме айтып отырған жоқ сияқты. Плюс олар конфедерация. Плюс, иә, конфедерация. Яғни біз унитарлы мемлекет десек, яғни бір тұтас ішінде жалпы Канадада үшінші мемлекеттік тіл болу керек, НАТО пошло. Үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы жаңағы Канаданың жергілікті кәдімгі байырғы төл халықтарының тілі мемлекеттік тіл деңгейіне көтерілу керек шығар. Оларға екі тіл аз. Сол. Канадалықтар сендерге сондай үндеу тастап отырмын. Айдана сәлем. Торонтодағы досым. Иә, және Швейцарияда 4 тіл, бірақ ол тілдер аймақтарға бөлінген біріншіден, екіншіден онда әр аймақтың өз конституциясы бар. 24 кантон дейді, кантон бар, сол кантонның әрбіреуінің өз соты, ата заңы бар. Бізде бір ата заң ғана, бір ғана ата заң. Сәйкесінше біз олай істей алмаймыз. Істесек бізде мүлде былық басталып кетеді, былайша айтқанда. Қайтан жазу керек,
конституцияны, онсыз да бычыт болған конституцияны қайтадан жазамыз ба? Иә. Сосын орыс тілі, ұлтаралық тіл деген нәрсені көп айтады, бірақ расында ондай нәрсе 89 жылғы конституцияда болған дейді КССР-дің. Бірақ 93 жылғы Қазақстан Республикасының конституциясында алып тасталған дейді. Яғни бұрын КСР кезінде жазылған ол сөз орыс тілі ұлтаралық қатынас тілі деп. Бірақ қазіргі ата заңда жоқ. Бірақ де-факто солай ғой. Катон, Вайкики. Де-факто солай болып тұр іс жүзінде. Соған қарамастан біз қазақ тілін ұлтаралық тілге айналдыруға ұмтыламыз деген арманмен өмір сүріп келе жатырмыз әлі де. Және қашан ол болады дегенге әлеуметтанушылар былай жауап береді. Мысалы Анна Климченко деген Paper Lab'тағы қыз Арбат медиаға берген сұхбатында жазады. Кемінде 3 буын ауысу керек. Ол шамамен 3-4 буын, шамамен 2050 жылдан ары қарай қазақ тілі бір критикал нүктеден асады. Оның ауқымдығы көтеріледі. Иә, оған дейін еңбек ету керек. Иә, сондықтан бір жағынан біз өткен әрдайым айтып жүреміз. Демография өзінің сөзін бәрібір өзінікін істейді, демография арқылы қазақ тілі көбейіп кетеді деп айтады. Бірақ оған миф, менің ойымша. Меніңше, оған сеніп отыра бере алмаймыз бірінші. Мүлде жоқ. Тоқтаусыз үндеу жасай беру керек. Тоқтаусыз үгіт насихат болу керек қазақ тіліне. Тоқтаусыз positive discrimination. Сосын лапсықтамау керек. 30 жыл бойы дым істемедік, дым бітірмедік деген әңгімелер маған ұнамайды. 30 жыл бойы адамдар біраз күресті, және 30 жылдың ішінде ол бүйтіп бәрі бір сәтте қазақша сөйлеп кетпейді ғой. Қанша қиындықтан біз өттік, оның бәрі 16 желтоқсан 1991 күні тоқтаған жоқ қой. Біз әлі де отарсыздану, тәуелсіздік алу процесінен әлі де өтіп жатырмыз, және ол да табиғи ғой. Қайткен күнде. Мысалы, дәл сол татаро-моңгольская игадан керісінше орыс кінәздіктері бір күнде құтылған жоқ қой. Оған 1-2 ғасыр кетті, 300 жыл кетті, мысалы. Осымен біз аяқтаймыз. Келгеніңе рахмет. Бейбарыс Сейтақ, Қазақ Бабл. Егер басында біз таныстырмадық, Қазақ Бабл деген жобаның авторы. Біз негізі астында жазулардан шатпаймыз. Сол жеткілікті деп ойладым. Қысқасы сол, сау болыңыздар. Және Әмір Өсерхан айтпақшы. Болды. Жақсы. Рахмет келгеніңе. Рахмет. Бітті. Кеттік.